Таразда салтанат сарайы бой көтермек. Нысанда 1300 көрерменге арналған үлкен зал, заманауи сахна, конференц-залдар, баспасөз орталығы мен өнер үйірмелеріне арналған арнайы бөлмелер болады. Ал жоба құны 18,1 миллиард теңге. Жобаның жүзеге асуына орай аймақ басшысы кешеннің капсула салу рәсіміне қатысты. Балауса шағын ауданында бой көтеретін салтанат сарайы өңірдегі ірі мәдени нысандардың біріне айналмақ. Кешен үшін 5 гектар жер қарастырылған. Ал негізгі ғимараттың аумағы 13 мың шаршы метрді құрайды. Іс-шара барысында облыс әкімі жаңа салтанат сарайының Тараздың мәдени дамуы үшін маңызы зор екенін атап өтті. Салтанат сарайының құрылысы қаланың мәдени өмірін жандандырып, туристік тартымдылығын арттыруға да ықпал ететін болады. Көне шаһарға келетін қонақтар тарихи ескерткіштерімізбен қатар заманауи мәдени нысандарымызда да көретін болады. Жаңа мәдени нысанды 2028 жылдың наурыз айында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Мәдениет қызметкерлерінің атынан сөз алған Асылхан Шүңіреков жаңа мәдениет ошағы шығармашылық ұжымдардың жұмысын жандандырып, жас таланттардың өнерін шыңдауға жол ашатынына сенім білдірді. Өнер ұжымдарының атынан және қала тұрғындарының атынан алғысымызды айтамыз. Әрине бұл ғимараттан небір таланттар әлде өздерінің жұлдызы жанатын бізге белгілі. Алдағы күндері осы құрылыстың сәтті аяқталуына және де оның берекелі болып ортамызда қызмет етуіне біз қуанышпен күтеміз. Айта кетейік, бүгінде Тараздағы ең ірі концерт залы 951 көрерменге арналған. Аталған нысан 1980 жылы салынғанымен 2017 жылы қайта жаңғыртудан өткен. Сондықтан құрылысы басталған жаңа салтанат сарайы шаһардың мәдени инфрақұрылымын жаңғыртып қана қоймай, өнер саласының дамуына тың серпін беретін маңызды нысан. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.